Сәлем балалар, біз қызым Әмина екеуміз бақшаға барып ағаштар отырғызамыз. Иә, мен ағаштарға су құйып көмектесемін. Ей балалар, қойсаңдар, оны неге сындырып жатсыңдар? Әке, мұнда қарашы, жерде балапан жатыр, әлі ұша алмайды екен. Жаңа балалар ағашты сындырған кезде ұясынан құлап қалған шығар. Әкесі мен қызы құлап қалған балапанға жаңадан ұя жасап береді. Олар күнде бақшаға келіп, отырғызған ағаштарын суарып, арам шөптерін жұлып баптайды. Бақшаға келген сайын балапанға да жем шашып қамқорлап жүреді. Балалар, біз күнделікті жеп жүрген жеміс жидектеріміз қалай өседі, қайда өсетінін білеміз бе? Олардың бірі ағаш басында өссе, кейбірі жерде өседі. Алма мен алмұрт ағаш басында өседі. Ал банан кішкентай бұталарда өседі. Ананас тікенекті сабағы бар жер өсімдігінде өссе, анар ағаш басында өседі. Мінекей балалар, біздің отырғызған ағаштарымыз жайқалып өсіп тұр. Қараңдар, қаншама жеміс беріп жатыр. Қызым, міне көрдің бе, біз сынған ағашты баптап өсірдік. Қасына тағы да жеміс ағаштарын отырғыздық. Енді олар бізге риза болып көп жемістер беріп жатыр. Жемістің бойы тұнып тұрған дәрумен ғой. Көп жесең денсаулығың мықты болады, ақылың көп болады. Құлап қалған балапанымыз да біздің қамқорлығымызға риза болып, басқа құстарға жемістерді шоқытпай қорғаштай ұшып жүр. Жақсылық жасай білсең, қызым, саған да мол жақсылық келеді. Әке, анау жерде кірпі келе жатыр. Оны үйге алып қалайықшы. Мен онымен ойнаймын. Өтінемін, әке, өтінем, алып қалайықшы. Жоқ, қызым, олар табиғат аясында өмір сүреді. Оның да отбасы бар шығар, балалары бар шығар. Одан да оған алмамызда мерейік. Мінекей, кірпі ала ғой. Бердім, әке. Қызым, және балалар, сендерге айтарым, біз қоршаған ортаны қорғауымыз керек. Ата-аналарымызбен көп ағаштар отырғызуымыз керек. Жасыл желек көп болса, ауамыз таза болады. Таза ауамен демалсақ, денсаулығымыз мықты болады. Және табиғатымыз әдемі болады. Қоқысты далаға тастамай, арнайы жәшіктерге сұрыптап салу керек. Шыныны, қағазды, пластикті, тұрмыстық қалдықтарды арнайы жәшіктерге бөліп салуымыз керек. Жарайсыңдар балалар, біз бүгін біраз пайдалы ақпаратты үйрендік. Соны есте сақтап қоршаған ортамызды бірге қорғап жүрейік. Сау болыңдар.